үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл. Бүгінде мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимылы формальдық емес, уақыттың өзекті талабы. Қала өсіп келеді, міндеттер күрделене түсуде. Ал азаматтардың және коммерциялық емес сектордың кеңінен қатысуы ықпалды шешім қабылдау мүмкін емес. Сондықтан Астана онлайн жобасы аясында біз әркімнің дауысы естілетін ашық диалогқа арналған тұрақты алаң құрдық. Коммерциялық емес ұйымдар бұл күн сайын әртүрлі мәселелермен бетпе-бет келетін ұйымдар. Экология мен инклюзиядан бастап отбасыларға, жастарға арналған қажеттіліктер мен адамдардың көмек көрсетуі, олардың үлкен жүйелерде байқала бермейтін әртүрлі мәселелерді шешуіне мүмкіндік береді. Сондықтан да олардың осы істерге қатысуы өте маңызды. Жоба аясында үкіметтік емес ұйымдар, сарапшылар қауымдастығы, мемлекеттік органдар, жастар ұйымдары, ардагерлер ұйымдары, білім беру саласының қызметкерлері, еңбек ардагерлері осы кездесулерге қатысып, кеңестер алды, диалог алаңдарына қатысты. Әртүрлі тақырыптар талданды деп айтсақ болады. Оның ішінде барлық түскен идеялар талданып, жүйеленіп, олардың қорытындылары мемлекеттік органдарға, Астана қаласының әкімдігіне жолданып отырды. Біздің байқағанымыз осындай бірлескен шешімдер арқылы, бірлескен іс-әрекеттер арқылы жақсы тиімді шешімдер қабылдауға оң ықпалын тигізуге болады. Диалог алаңы қаланы өзгертетін құрал, ал Астана онлайн бұл құралды әрбір адам үшін қолжетімді ететін платформа деп айтсақ болады.